Біз бүгін кинематика тарауын оқытуды жалғастырамыз. Және де бүгін біздің қарастыратын ұғым ол санақ жүйесі. Былтырғы сабақта біз ағашты салған болатынбыз және де адамды. Ол А нүктесінен Б нүктесіне мысалы орын ауыстырды. Бірақ та біз осы адамның қозғалыста не қозғалыста емес екенін осы ағаш арқылы білген болатынбыз. Енді осындай сияқты денелерді біз санақ денесі деп атаймыз. Бұл бізде санақ денесі. Енді тағы да қозғалысты сипаттау үшін бізде координаталар болу керек. Енді оның координаталарының ортасында бізде санақ денесі жатады. Және де біз білетініміздей, мысалы осы жерде Z осі, X осі және де Y осі бола алады. Яғни ол бізде координаттар жүйесі. Яғни бізде мысалы адам ол қалай горизонталь бойымен қозғалады. Мысалы ағашқа қатысты. Онымен қоса бізде мысалы допты жоғары қарай тепкен кезімізде ол бізде Y осі, яғни вертикаль қарай қозғала алады. Біз оны осы координаттар жүйесі арқылы сипаттаймыз. Және де үшінші ұғым механикалық қозғалысы сипаттау үшін ол бізде сағат болып табылады. Немесе уақыт. Мысалы осы жердегі тұрған адамның біз қозғалыста немесе қозғалыста емес екенін қалай аңғарамыз? Егер де біз жай ғана оны фотоға түсірсек, осы кезеттегі моментін біз айта алмаймыз, ол қозғалыста ма, қозғалыста емес екен. Бірақ та егер де біз видеоны түсірсек, яғни бізде не өтіп жатыр? Бізде уақыт өтіп жатыр. Біз уақыт өткен соң ол А нүктеден Б нүктесіне орын ауыстырды. Яғни осының барлығы уақыт сияқты нәрселер, санақ денесі және координаттар жүйесі бізде санақ жүйесін құрайды. Барлығы бізде санақ жүйесін құрайды. Әрине де бізде санақ денелерін әртүрлі алуға болады. Яғни, мысалы, мен осы жерде аялдамада тұрмын. И менің досым маршруткада отырды делік. Егер де мен, мысалы, санақ денесі ретінде қайтадан, мысалы, ағашты алсам, ол маршруткамыз қозғала бастаған кезде, мысалы, А нүктеден ол Б нүктеді өтті делік. Яғни, менің досым отырған, мысалы, бізде не болсын, С нүктеміз, мысалы, материялық нүкте, ол орын ауыстырды делік. Бірақ та, мынау жерде ол болсын. Егер де біз санақ денесі ретінде осы жерде мысалы отырған көлік жүргізушінің орындығын егер де алсақ, оған қатысты біздің досымыз орын ауыстырған жоқ. Ол қалай отырды, мысалы, осы орындықта солай отырды деген сөз. Яғни қандай санақ денесін біз алсақ, мынау штрих болсын. Өйткені ол бізде басқа санақ жүйесі, соған қатысты біз қозғалысты сипаттай аламыз. Және де осы жылдамдықтың салыстырмалығы да осыған қатысты болып жатыр. Егер де мысалы, мынау осы жерден тұрсын, егер де мысалы осындай жағдай бізде болсын. Біздің мысалы добымыз қанша делік? 50 км сағатпен оңға қарай жол жүріп жатыр. Ол егер де біз мысалы санақ денесі ретінде жерді алсақ, жер ол бізде санақ денесі. Яғни біз жерге қатысты айта аламыз. Мынау жердегі доп 50 км сағат оңға қарай жылдамдықпен кетіп жатыр. Енді осы жерде мысалы бізде ұшақ болсын. Ұшақ жерге қатысты солға қарай 250 км сағатпен ұшып жатыр. Енді санақ денесін біз осы допты алсақ. Енді осы санақ денеміз бізде доп. Яғни, енді оның астындағы жер, бізде солға қарай 50 км сағатпен кетіп жатыр солға қарай. Енді осы жерде біздің ұшағымыз да солға қарай 50 км сағатпен жүрді ғой. Яғни, ол 250 км сағатпен. Енді біз соған қоса осы жеріміздің
қозғалысын қосамыз, яғни 50 км сағат. Осы допқа қатысты, так, мынау жерде О болсын, мынау бізде О штрих болсын. Осы допқа қатысты біздің ұшағымыз енді қанша километр сағатпен келе жатыр? 300 км сағатпен кетіп жатыр деген сөз. Дәл сондай, мысалы доп болсын, я, осы жердегі енді тұрған санақ денесі ретінде біз ұшақты алайық. Я, ол бізде енді О2 штрих болсын. Ол бізде енді жеріміз қайда? Мына жаққа қарай 250 км сағатпен кетіп жатыр. Оң жаққа қарай, я, ұшағымыз кабута бір орында тұрғандай деген сөз. Енді бізде оңға қарай біздің добымыз да келе жатқан болатын ғой, 50 км сағат. Яғни осы жерге біз тағы да қосамыз жердің жылдамдығын 250 км сағат. Яғни толығымен бізде шығады доп 300 км сағатпен келе жатыр деген сөз. Егер де біз санақ денесін ұшақты алсақ. Қарап отырғанымыздай, бізде қандай санақ денесін алсақ, сондай бізде жылдамдықтар болады. Бірақ та көбінесе біз санақ денесі ретінде осы жерді алып отырамыз. Тағы да бір егерде мысалды келтірсек, жылдамдықтың салыстырмалығы ретінде. Мысалы бізде Discovery деген каналда осындай бір бейнеролик болған, яғни машинаның үстінде бізде мысалы анда бір ядромен атқылайтын қару болған. Осы жерде мысалы адам тұр. Енді мысалы делік, мен осы жерде тұрмын. Белгілі бір адам осы жерде тұр. И біздің мысалы көлігіміз 80 км сағатпен оңға қарай жол жүріп жатыр. Осындай 80 км сағат жылдамдықпен. Яғни маған қатысты, егерде мен мысалы санақ денесі болсам, ол маған қатысты осы жерден осы жерге 80 км сағатпен жылдамдықпен келе жатыр деген сөз. Енді осы жерден адам ядроны атқылаған болатын 80 км сағатпен. Дәл сондай жылдамдықпен көліктің жылдамдығы сияқты 80 км сағат. Енді маған қатысты мынау жерде не болды? Мына жаққа қарай машина кетіп жатыр 80 км сағатпен. Енді мына жақпен ол ядро кетіп жатыр, 80 км сағатпен. Енді маған қатысты оның салыстырмалы жылдамдығы 0 км сағат болады. Өйткені біз білеміз, жылдамдық ол бізде векторлық шама. Мынау жерде 80, минус 80 ол солға қарай кетсе. Минус 80 плюс 80 өйткені ол мына жаққа қарай кетіп жатыр оңмен. Яғни минус 80 плюс 80 маған 0 км сағатты береді. Яғни маған қатысты мынау жердегі атқылаған ядро, ол жай ғана бір орында тұрып, содан кейін құлап қалады. Бірақ та, егер де санақ денесі ретінде, біз мысалы осы көлікті алсақ, мысалы О штрих, ол бізде қандай жылдамдықпен кетеді? Так, мынау жерге жеріміз 80 км сағатпен кетіп жатыр. Плюс еще ядроның жылдамдығы, яғни көлікке қатысты ол 80 км сағатпен кетіп жатыр деген сөз, кері қарай. Мінекей осы бізде жылдамдықтың салыстырмалығы. Енді егер де мысалдарға келсек, көбінесе өзенге қатысты есептер беріледі. Яғни мысалы бізде қайық бар, егер де оның өзінің жылдамдығын алсақ, ол бізде мысалы V1 болады. Енді екінші жағдай, ол бізде өзен ағысымен кетіп жатыр деген сөз. V2 өзен ағысы, и біздің қайықтың жылдамдығымыздың V1. Егер де олар бір бағытта болса, біз жай ғана енді соңғы жылдамдығымыз ол бізде олардың қосындысы болады. Яғни V1 қосылған V2. Енді үшінші жағдай, ол бізде, мынау жай ғана кетіп жатыр. Біздің қайығымыз, мысалы, оң жаққа қарай кетіп жатыр, ал өзен ағысы оған қарама қарсы кетіп жатыр. Яғни осы жерден
қорытқы жылдамдықты табу үшін біз қайық жылдамдығынан v1-ді азайтамыз, өзен ағысының жылдамдығы. Мінекей біздің жылдамдықтың салыстырмалығы осы.